Ауыл тіршілігі еңбегімен көркейеді. Бірі егін егеді, бірі мал бағады. Ал бірі барлығына керек техниканы жасайды. Бүгінгі видеода біз сол техникамен айналысатын адамдармен танысатын боламыз. Сенің әрбір сағатың құнды, әрбір ісің өмірге нұр құйды. Ауылдан шыққан қарапайым жансың, бүкіл елге шуағыңды шашқансың. Еңбек адамы, саған мың алғыс. Еңбек адамы, сенсің біздің намыс. Ол темір шебері, қажет болса шөп турайтын аппаратты да жасап шығарады. Бұзылған техниканы да іске қосады. Ал өз кәсібін дөңгелек жөндеу орнына ашқанында да біраз жыл болған. Жасықша тракторына отырып, ауылдың шөбін шауып береді. Ал ауылға бірдене керек болса, бәрі білетін қызыл трактор жолға шығады. Арқан есетін басып, чылбыр міне тұр. Мынау үш немелеге орнатасында көрсетуге болады. Асықпай көрсе болсын. Мынау қай жерге барып істеуге болатын адам алып саласын істеп қойған. Апарып, ана жаққа апарып, үстелдің үстіне қойып, тағып алып істей беруге болады. Шешіп аласың да. Ай жерге, мына үстелге апарып, мынаны орнатып, басқа жерге апарып істей беруге болады. Арқан, чылбыр, бәрін естесің. Моншақ. Баяғыда 3 кісі, 4 кісі тұрып алып, қолмен айландырып істейді. Соның немнесіне қарап, системасына қарап істеген мүмкін. Бұл енді, бұл қай кездегі 2005-2006 жылы істелген қолдан. Ол кезде бұндай маңайда ешкімде жоқ болатын. Сонен керек болғасын, қажет болғасын, өзіміздің техника болғасын, шығаратын, дөңгелек шығаратын нәрсе керек бол. Міне. Қан орын. Қойып менен астынан ілесінде. Айландырып басып шығарасың. Жан түсіріп алғасын, мынаған қоясың. Мен бәрі қолдан істейіп, қажет болғасын істеген нәрселер қой бәрі. Кезінде жанын балғалап соғып істедік қой. Міне мынаны шығаршы үшін енді. Мынаған қой. Айландырсың, мынаған салсаң, мынаны айландырып шығаршы. Кәдімгіше өтік үйдегі міне бекітетін. Соны мынаған келтіріп, астына төгеріп, специально тақарға жөндіріп, үстіне қойып, соны қыздырып, мына басасың. Мынандай қолдан неше түрлі темірден құралған. Мұны кәдімгі навесінде жалы, қаңылтыр листар. Мынау қолдан жасалған пресс, мына өзіміздің конкрет қойып, астына подшипник саласың, басқа сәлім бүлек дайыра бастағанға әр нәрсенің әр өзінің қоятын нәрсесі бар. Алып, мына жерден аламыз да, қайсысы керек, мынау керек пе, мынандай подшипник. Әр нәрсеге размермен салып, сөйтіп істеп қойдық. Міне қысқанда бәрі қысады. Керегін қысап, мені босататын бәрін босат.
Өзүңүздү көрөрмөндөргө тааныштырып өтсөңүз, неме менен айналысасыз? Мен бир жак Берікпін. Осы үйдегі шаруалармен әр түрлі техникам бар. Темир менен техника менен жумуш істөөгө калай келдиңиз? Бул өнөрдө ким үйрөттү сизге? Ол енді бала кезімнен осы темірге үйірмін. Әкем механизатор болған, сол кісінің жанында жүріп қалай нәрсені үйрендім. Өзіме Қарасу ауылының тумасымын. Сол жерде МТМ-да жас кезімнен жұмыс істедім. Сол жерден бастады темірге әуестігім. Ұста болдым да 5 жыл, 6-7 жыл. Содан бері темірмен айналысып жеттім. Өз колуңузбен жасаган мына шөп турайтын аппарат калай ойга келди сизге? Ол енді үйге керекті қажетті нәрсе болғасын шығардық. Малдыға ұнтақтап шөп беру керек болды. Бордақы мал жемдейтін, мал ұстайтын болғасын, қажет болғасын істедім. Дөңгөлөк жөндөө орнунун ашу идеясы калай тууду? Казыр ауыл адамдары жиі келеби сизге? Дөңгөлөк жөндөгөндө сол өзім үшін істегем. Машинам болғасын, техникам болғасын істедім. Содан кейін барып өзім дөңгөлөк істегесін көргендер ауылдағылар кеп бірен саран істетеді. Көмектесем, істеймін соларға да. Әсіресе ұзын трастың бойы ғой бізде. Соны далада қалғандар көп келеді. Күн келеді. Көмектесем. Сиз үчүн эмгек деген не? Кол менен жумуш істөөдүн кадырын калай түшүндүрөсүз? Еңбек етсең ерінбей, қоядығарын тіленбейді дейді ғой. Сол сияқты еңбек етсең бәрде болады. Макал менен ұштастырасыз ғой сонда, э? Казыркы жастарга кандай кеңес берер едиңиз? Қазір жастарға оқыңдар деймін. Оқумен бірге осындай қол өнерді бірге алып жүрсеңдер деп ойлаймын. Ер жігітке жеті өнерде аз дейді ғой. Соны осындай өнерлерді де бірге алып жүрсеңдер деп ойлаймын. Көп үйреніңдер техниканы. Өздеріңге азық болады. Ол үшін бұл жай ғана жұмыс емес, бұл ауылға қызмет ету. Біреуінің техникасы жүрмей қалса көмектеседі, біреуіне құрал керек болса жасап береді. Осындай қарапайым еңбектің арқасында бір ауылдың тіршілігі алға басып келеді. Бұл шеберханада күнді жұмыс қызады. Мұнда жасалған әрбір құрылғы, жөнделген әрбір техника ауыл тіршілігінің бір бөлігі. Осындай еңбек адамдары болса, ауылдың да еңсесі биік болары анық. Еңбек елдің тірегі, ал сол еңбектің үнсіз жасап жүрген жандар нағыз құрметке лайық. Біздің бүгінгі кейіпкер соның айқын дәлелі. Назарларыңызға рахмет. Келесі интервьюда жолыққанша сау болыңыздар.